Сәлем достар, бүгін біз тайна деп аталатын өте тойымды әрі жеңіл салатты дайындаймыз. Бізге қажетті заттар қияр, болгар бұрышы, салат жапырақтары, көк жуа, қызыл жуа, және де черри помидорлары, піскен картоп, селедка балығы және корнишон. Сондай-ақ май және тұз бұрыш қажет болады. Алдымен қиярды турап аламыз. Кез келген формада турауға болады. Мен осындай тарелкеде әдемі көрінетіндей етіп, осылай турап алдым. Қиярды турап болғаннан кейін бір ыдысқа саламыз. Келесі бізде қызыл пиязды тураймыз. Ортасынан бір бөліп, ыңғайлы етіп, барлығын турап аламыз. Пиязды турап болған соң, оны да ыдысымызға саламыз. Келесі болгар бұрышы. Осындай қызыл түсінен алған дұрыс, сол кезде қазір салатымыз жинаған кезде өте әдемі көрінеді. Болгар бұрышын турап болған соң, оны да ыдысымызға саламыз. Енді азғантай мөлшерде тұз саламыз және араластырып қоямыз. Сол кезде басқа ингредиенттерімізді турап болғанша бізде қияр және болгар бұрышы өте жұмсақ болып дайын тұрады. Келесі картопты тураймыз. Картопты пісірген уақытта қатты пісіріп жібермеу қажет, сонда ол езілмей, осылай әдемі болып туралады. Келесі черри помидорларын тураймыз. Осылай ортасынан бір бөлеміз, жарайды сол. Ал егер помидорларымыз өте уақ болса, онда турамай бүтіндей сала беруге болады. Енді көк жуаны уақтап турап саламыз. Мінеке барлығын турап болдық. Енді селедканы саламыз. Селедканың осындай дайын тұрғанын алсақ болады. Бірнешеуін бетіне әдемілікке алып қоямыз. Енді салат жапырақтарын осылай қолмен турап саламыз ыдысымызға. Енді дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз және зәйтүн майын құйып, барлығын араластырамыз. Егер зәйтүн майы ұнамайтын болса, кез келген шемішкі майды да қолдануға болады. Мінеке өте әдемі болды түсі. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салатты салқындату үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алуға болады. Немесе осылайда жей-беруге болады, өте дәмді. Барлық мөлшерлемесін описаниеда қалдыратын боламын. Менде осындай 2 тарелке, бұл 26-лық диаметрі, яғни 10 адамға арналған. Осы мөлшермен 10 адамға арнап салат жасай аласыздар. Мінеке салатымызды салып болдық. Енді бетіне жаңадан алып қалған селедкаларымызды әдемілеп қойып шығамыз. Соңында корнишон қиярларын өте уақтап тураймыз және бетіне себеміз. Мінеке достар, салатымыз дайын болды. Өте дәмді және ерекше салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып және каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеомен достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуге де болады. Ас болсын!